Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында творожный сырды дайындаудың екі тәсілін көрсетемін. Екі тәсілде оп-оңай, сіздерге жасауға кеңес беремін. Ал енді кеттік. Бірінші тәсілді бастайық. Бірінші тәсілде үлкен ыдысымызды алып, сол ыдысымызға айранымызды құйып, айран менде мұнда 550 грамм. Одан кейін қаймағымыз 30%-дан төмен болмау керек. Қаймағымыз бізде 600 грамм. Осы қаймағымызды салғаннан кейін шым-шым тұз салып, осы екі сұйығымызды бір-біріне жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырғаннан кейін басқа бөлек ыдысқа ситомызды немесе дұршлагымызды алып, оның үстіне марлімізді төсейміз. Массамызды осы марлың үстіне құямыз және марлымызды жауып үстінен сәл ауырлау ыдысты қоямыз. Ол біздің сары суымыздың ағуына тез әсерін береді. Осы массамызды холодильникке, яғни тоңазытқышқа 15 сағатқа қойып қоямыз. Енді екінші тәсілінде 500 грамм айранды бір контейнерге құйып, морозилькаге қойып қоямыз. Ал енді менде мұнда бірінші тәсіл бойынша дайындалған творожный сырды дайын болды. Менде 15 сағат өтті. Енді осыны көрсетейін сізге, таза салмағы қанша шықты. Менде мұнда бірінші тәсіл бойынша 756 грамм шықты. Дәмі өте керемет шықты. Тұзды, қою, өте плотный масса дейді ғой, тура дәл сондай плотный масса болып шықты. Сливкимен бірге қолдансаңыз болады, немесе жеке өзінде қант ұнтағын қосып қолдансаңыз да болады. Мен осы творожный сырымды алдында менде каналында бар белый бархат торты, сол тортқа мен осы творожный сырды пайдаландым. Дәмі өте керемет шықты, сіздер де пайдаланып көріңіздер. Енді екінші тәсілді дәл бірінші тәсілдегідей марлиге салып, сары суын ағызып аласыздар. Мінекей, менде сары суы ағып кетті. Менде 500 грамм айран болды. 500 грамм айраннан менде бар жоғы 180 грамм шықты. Бірақ бұл да творожный сыр өте дәмді шықты. Қою, масса плотный шықты. Крем, егерде бір торттың бетін, болмаса капкейктің, кекстің бетін әрлеуге әбден болады. Мінекей, қараңыздар, мен кондитерский мешокқа салып сықтым. Мұнда менде крем қалай анық көрініп тұр. Мінекей, осыған қант ұнтағын салып, торттың бетін әрлеуге болады. Ал енді астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір лайктарыңыз мені шабыттандырады. Мен одан да сіздермен жақсы рецепттермен бөлісуге тырысамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Асхана ТВ.